Сәлем достар, Python курсының 12-ші сабағына да келіп жеттік. Бүгін біз өте қызықты тақырып модульдер деген тақырыпты өтетін боламыз. Модульдер дегеніміз ол бағдарламалық кодтағы мүмкіндікті бір басқа бір жерден шақырып қолдану. Яғни дайын мүмкіндікті қолдану деген қысқаша осылай түсіндірсек болады. Мысал үшін сенде бір модуль болсын, ол модульде калькулятор есептерін шығарады делік. Сен тұрасында сол қызметті сен басқа бір файлдан қолданғың келеді. Яғни сен просто осы модульді шақырасың и қолдана бересің. Мысал үшін бір калькулятор есептерін шығаратын Pythonның өзінің модульдері бар, көптеген math, random деген сияқты одан да көптеген түрлері бар. Так, жалпы бізде модульді шақыру үшін негізгі кілт сөз import қолданамыз. Import арқылы біз кез келген өзімізде бір қолжетімді модульдерді шақыра аламыз. Мысал үшін import math. Math деген не істейді? Pythonда бұл дайын модуль. Импорттың ішінде мысал үшін көптеген модульдер бар. Мысалы math'ның ішінде неше түрлі модульдер бар. Мысалы R десем, E десем көптеген модульдер шығады. Бізде мысалы math деген танымал модульдердің бірі. Ол бізде математикалық амалдарды қолдануға көмектесетін модуль. Мысалы мен math'ді шақырдым, мен тұрамда мысалы түбір астыны есептей аламын енді. Қалай есептеймін? Math деген модульді қолданамын. Точка SQRT, яғни менде түбір астыны есептейтін math'ның ішіндегі осындай функция. И мен мысалы 25-дің түбір астын бөлгім келеді. Ол бізде 5, дұрыс. Сол сияқты мен не только SQRT, math точка деймін да, осынша нәрселердің бәрін қолдана аламын. Яғни SQRT, P, tan, 2, poi, осындай косинус, тангенс, логарифм, көп нәрсе біле аламын. Мен тұрамын, мысал үшін P-ді білгім келеді. P-дің мәні менде не? Көрейік. P-дің мәні менде 3,14. Мен тұрамын print math точка, мысал үшін POW деген нәрсе бар бізде Pythonда. POW не істейді? Ол бізде дәрежелейді. Яғни мен POW-дың бірінші элементіне мен керек сан жазамын. Мысал үшін маған 6 деген сан керек. И өтір қайтарамда екінші элементіне мен оның дәрежесін жазамын. Яғни маған оның 2 дәрежесі керек. 6-ның 2 дәрежесі менде 36. Бұлай үстіне апарсақ, өзі шығады өз ақпарат. Яғни return x-ның y дәрежесі деген нәрсені қайтаратын болады. Міне. Мысал үшін 6-ның 3 дәрежесі дей салайын. Бәрі сәтті. Сондай-ақ бізде осы модульдің ішіндегі бір белгілі бір функцияны ғана қолдансақ болады. Мысал үшін комментария қоя салайын. Мен тұрамда import мысалы math'дің ішіндегі именно маған керегін алғым келеді. Именно SQRT немесе P деген сияқты. Ол үшін мен мынандай шаблонмен жұмыс істеймін. From деймін да, маған керекті модульдің атауын жазамын. Маған керекті модульдің атауы math деймін. И тұрамда осының ішінен import деймін. Math'ден кейін import жазамын. Яғни мен осы from, яғни осы модульдің ішіндегі маған керек функция. Маған кім керек? Маған мысал үшін SQRT керек и P керек. Осы екеуі ғана керек деймін да. И мен тұрамда print. Бұл жолы менде уже SQRT мен printқа, P-ға менде прямой доступ болып тұр. И мен math точка деп жазудың керек жоқ. Тек қана мен бірден SQRT мысал үшін 36 дей аламын. Маған 6 шығады, дұрыс. И сол сияқты мен жай ғана бірден P де жазсам болады. И қарасақ бізде шығып тұр. Бұл бізде не үшін керек деген сұрақ болуы мүмкін. Бұл бізде import math дейтін болса, маған math'ның ішіндегі бүкіл функцияларды былай қол жеткізе аламын да. И именно керектілерін ғана ал десем, менде біріншіден жатын үнемделеді, яғни кодтың жылдамдығына тәуелді ғой әшейін. И мен тұрамда бірден барлық элементті импорттасам болады. Мысалы мен from math деймін да, import маған барлығын импортта. Яғни двоечке қоятын болсам мен, маған ішінде бүкіл функцияны импорттап береді.
мысалы мен любой келемін да print деймін дағыны мысалы не істей аламын, sqrt дей аламын. Мысалы косинус мысалы үшін косинус нөлдің мәнін бер мысалы. Давайте мен коммент ала салайын. Косинус нөлдің мәні менде 1, дұрыс. Тұрамда мен print 1-ден давайте синус нөлді берші енді. Синус нөлдің мәні менде 0. Иә, дұрыс. Бірақ бұл ұсынбаймын мен негізі бұны барлығын қолдану дегенде. Себебі біздің кодымызда бұл ошибкалар пайда болып қалуы мүмкін, яғни түсініксіз каша болып кетуі мүмкін. Pythonда тек қана math дегеннен басқа көптеген модульдер бар, өзінің дайын. Оларды былай атаймыз, built-in models дейді, яғни Pythonның өзінің құрастырып қойған көптеген дайын модульдері. Давайте math'ден бөлек модульдер қолданып көрейік, мысалы built-in models ішінен. Import деймін, мысалы ең танымалдардың бірі бізде random. Random не істейді? Random бізде рандомный сан шарт береді, кез келген сан. Бір аралық беремін, соған и ол шарт береді. Оны қалай іске қосам, мен мұны рандомды жазамын. Точка randint и жақша қоямын да, и мен бұған аралық беремін. Мысалы маған 1 менен 2-нің арасында осы интервалдағы сандарды шарт бер, рандомный шарт бер. Бірінші ранда маған 1 шықты, екінші ранда тоже 1 шықты, тоже 1 шықты. Бақыратында. Давайте 1 шыға береткен. Давайте ондай болса 5 пен деп қоя салайын, 1 мен 5. 2 шықты, 2 шықты, 1 шықты, 5 шықты. Осылай рандомный сан шарт. Үлкен сан берсем, рандомный болу шансы көбейеді. 75, 40. Яғни кез келген сан шығарады осы аралықтағы. Бізде тағы танымал модульдердің бірі datetime. Import мысалы үшін datetime. Бұл не істейді? Бұл маған уақыт алуы мүмкіндететін модуль. Давайте мен қазіргі уақытты білгім келеді. Ол үшін мен бір қазіргі уақытты сақтайтын бір айнымал ашайын. Яғни now, қазіргі уақыт деген. Datetime деген модульге кіремін. Оның ішінде тоже datetime деген функциясы бар. То есть datetime деген класс бар. Datetime деген класстың ішінде мындай функциялар бар. Now, see now, strip time, яғни strip time болса мәтіндік структурасын беремін, қайта шығарып беретін. Осы сияқты көптеген нәрсе бар. И маған қазіргі уақытты алу үшін мен now деймін. И мен тұрамын да print бүгін, мысалы үшін бүгін деймін да now деймін. Яғни бүгін қазіргі уақытта деген. Міне. Жақсы, біз бірақ тек қана осы Pythonның өзінің дайын модульдерімен ғана шектеліп қоймаймыз, яғни built-in models'тен бөлек. Біз өзімізде модуль аша аламыз. Мысалы менде main.py деген ол менде модуль. Мен тұрамда мұнда тоже бір модуль ашсам болады. Ол үшін мен new file Python деймін да. Мысалы my tools дей салайын, яғни my tools деген бір модуль бар. Міне. И бұл модульдің ішінде мен функция жазамын әлгіндей. Мысалы үшін бір hello деген бір қарапайым функция жазайын. Сәлем. И бұған кімді береміз? Давайте адам есім берейік. Яғни адам есім берем, и соған сәлем дейік. И маған істейді, бұл жай ғана print етеді. Не істейді? Маған hello дейді, мысалы үшін. Hello емес? Қалыша деймін, сәлем. Сәлем кім? Сәлем name. Жақсы. И давайте тағы бір функция болсын. Def, мысалы add деген бір қосу деген функция болсын. И бұған мен a және b деген айнымалын бере салайын. И маған бұл не істеу керек? Жай ғана a плюс b-ны шығарсын. Яғни мен модульдің ішіне осындай бір керекті кодтарды, функцияларды жаза аламын. Ал енді мен осы main.py деген модульден мына модуль деген мүмкіндіктерді қолданғым келеді. Ол үшін мен істеймін, жай ғана import деген жазамын, яғни модуль шақырамын. Модуль кім еді? Менде міне my tools мұнда көрсетілген. My tools. И мен тұрамда, менде уже мына модульді шақырсам, то есть уже менде мына модульдегі функцияларға доступ бар. Мен істеймін, жай ғана
hello деген функция шақырамын. То есть менде ол кімнің ішінде? MyTools'ның ішінде. MyTools'ның ішінде менде осы екі функция бар. Hello керек маған, мысал үшін. И мен бұған есім жіберейін. Жәнібек болсын. И менде сәлем Жәнібек деп шықты. Яғни мен hello деген функцияға мен есімді жібердім, ол маған осы шарт берді. Жақсы. И мен тұрамын да, тоже маған MyTools'ның ішінен маған add деген функция бар. Мен оған екі сан беруім керек. Давайте 45 пенен 68-ді бере салайын. 113 деп шықты. Жақсы. Давай мен бітсем болады. Осы жерде қызық болсын. Мен екі санды рандомны бергім келеді. Ол үшін мен MyTools деген модуль керек, және маған random деген модуль керек. Python'ның өзінің бар функция модулі. И мен тұрамын да дейін. A тең, мысал үшін random .runDint и маған 0 менен 100-дің арасындағы бір рандомный сан келсін. И маған тура сәйкесінше b деген керісінше маған 101-ден 999 сайын рандомный сан берсін. И мен осы рандомный санды a-ға қоям, және бұны b-ға қоям сәйкесінше. Все. Яғни рандомный сан әр мақтансайын рандомный сан шығады, и рандомный мән менде шығатын болады. Даже мен print не болып сан көрсем болады. A және b. Қандай сандар бар? Мысалы 13, 361, 7 дұрыс. Ал кейде бізде мына модульдің аты тым ұзақ болуы мүмкін, и біз оны as деген көмекші арқылы біз оны қысқарта аламыз, яғни as. Қалай? Мысалы үшін менде тура осы нәрселер тұрсын. Мысалы мен мына модульдің аты қарайық. Мен атын өзгертейін, rename. Модульдің аты тура осындай бір ұзын бірдеңке болсын да, бір ыңғайсыз бірдеңке болуы мүмкін, либо нәрсе болсын, даже ұзын да болуы мүмкін. Мен тұрамын да, осы MyTools деген осы модульді аламын, и мен оны as жай ғана m ретінде ала аламын. Яғни мен үлкен модульді m-ға теңестірген сияқты болып тұрмын, осы ретінде қабылда деген сияқты. И мен тұрамын да m.деп, осы кәдімгідей hello name, мысал үшін, и m.add мысалы 1, 3, так, 1, 3 дей аламын. Сәлемнен және 4. Біз бұл сабақта модуль деген не екенін түсіндік, яғни from, import, as деген заттарды үйрендік. Енді біз модуль арқылы код жазу әлде қайда ыңғайлы болады.